Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қиярдың қыста сақтауға ең оңай рецептімен бөлісемін. Ең алдымен огурцтан жинап алған огурцы, қияр деймі, бір жақтарда бадран дейді, соны теріп алып, үстіне мұздай су құйып, 1 сағатқа қойып қоямын. Және одан кейін жуып, 2 рет жуып алып, 2 басын кесіп тастап, және ортасынан тағы бір тіліп жерем. Барлығын солай жасайсыздар. Видеодағыдай. Одан кейін мен банкаларын жуылған банкілерімді кептіріп алдым. Оны стерилизовать етпеймін. Осындай лавровый жапырақтарды саламын. Және осындай жаңадан огурцтан жуылған укроптарды мұш ішіне саламын. Және де осындай огурцыларды лақтырамын ішіне. Тастай саламын да өздері салына салады. Негізінде өздеріңіз сәндеп әдемілеп салсаңыздар болады. Менің огурцыларым неше түрлі ірісі бар, томпағы бар, арығы бар, жіңішкесі бар. Және міне су қайнатып қойдым. Оны 5 минутқа суытып қоясыздар, тындырып. Сонда асты жағына тынады және бетіндегі ыстық суын құясыздар. Крышкілерді мен алдын ала қайнатып алдым. Және 15 минутқа бетін жауып қойып қойыңыздар. Енді 15 минут өткеннен кейін суын құйып аламыз. Неге қолы күймейді десеңіздер, мен өзім осындай жаурап жүретін адаммын, ыстықты жақсы көремін. Ал енді барлығын суын құйып болғаннан кейін мен барлығына 1 ас қасық тұздан салып шығамын. Тұзы неге көп болып кетті деп ойламаңыздар, көп емес. Және осындай кептірілген былтырдан қалған осындай ашты перістерді біреуін ортасынан бөліп, біріне чарт-чарттан салып шығамын. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Енді қайнап тұрған су құясыздар. Ол суды 5 минутта қойып қоймайсыздар. Қайнатып, осы мен сияқты видеодағыдай құясыздар суды көбірек. Және 70% уксусты 1 ас қасықтан құямын мен. Крышкасын жауып, мен жартылай автоматтандырылған жапқышымен жабамын, айналдырып. Алдын ала тексеріп алыңыздар. Жабылған, жабылмаған, су тамшылап тұрмағаны дұрыс. Осы рецептпен мен 15 жыл болды пайдаланғаныма, себебі алдын ала бұл рецептпен анам дайындайтын. Егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, подписаться етіп қойыңыздар. Өйстіп айналдырып жеріңіздер. Банкілердің бәрін өйстіп төңкеріп, мен 1 күнге қойып қоямын. Үстін жауып қойыңыздар. Ас болсын.